Сәлеметсіз бе? Мен сізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Осы спартакиаданың мақсаты неде деп ойлайсыз? Сәлеметсіздер ма? Енді бұл жылма-жыл осы IT-лицей мектебінің қабырғасында оздырылып жатқан дәстүрлі осы ата-аналар арасындағы спартакиада. Бұған біз өте белсенділікпен биыл 2-ші жылға қатысып отырмыз. Енді елімізде болып жатқан рухани жаңғыру мақсатын насихаттау барысында бұл өте дұрыс қолға алынған мәселе деп ойлаймыз. Дұрыс ата-аналармен бірге бірлесіп балаларымызды осы денсаулықты нығайту мақсатында балаларымызды тәрбиеге үлесімізді қосып жатырмыз деп есептейміз. Рахмет. Бір сұрағым бар еді. Осы оздырылып жатқан спартакиаданың маңызы сондай неде деп ойлайсыз? Негізгі бұл енді ата-ана менен баланың ортасындағы мектепке деген үлкен бір байланыстың бірі. Бұл үнемі ұйымдастырылып отырса өзінен жақсы, салауатты өмір салтына ата-ана мен баланың бірге жүріп, бірге осы ата-анасы мен баласының арасындағы тығыз байланыстыққа, ата-ананың мектептің ісіне араласуы, бұрын барлығы оқушының оқуына, тәрбиесіне, жалпы дамуына өте әсер етеді дегенді білеміз. Жалпы жақсы өтіп жатыр. Ата-аналардың қатынасы өте жақсы, қызықты, белсенді жүріп жатыр деп айта аламыз. Әрқашанда кішкене бір айтатын балаларды бірге осыған қосса, балалар осыны көрсе, ата-анасының жүгіріндерін, балалар арқылы спартакиада балалардың сұрауымен ата-аналар келіп қосылып жатыр. Осында балалардың көргендерін жақсы деп мысалы өз басым санаймын. Бұл үлкен бір тәрбие болады. Бала ата-анасымен бірге жүріп, ата-анасының ойнағанын көрсе, ата-анасының жаны ашыса, бұл балалар мен ата-анасы ортасындағы тағы бір байланыс деп есептеймін. Жақсы жүріп айналайын. Рахмет жауабыңызға.